Компьютерлік сауаттылық курсы, электрондық почта және интернеттегі түрлі қызметтер. Қазіргі таңда интернеттегі көптеген қызметтерді Google компаниясы ұсынатынын білесіздер. Ең танымалы ол Google іздеу қызметі, YouTube, Gmail почтасы және тағы көптеген қызметтер осы Google компаниясының еншісінде. Сіздің қолыңыздағы Android платформасындағы ұялы телефоныңызда осы Google аккаунттың көмегімен жұмыс істейді. Демек, бізде Google аккаунт болса, біз интернеттегі көптеген қызметтерге қолжетімді боламыз. Олай болатын болса, біз Gmail аккаунт ашайық, яғни Google аккаунт. Ол үшін іздеу қызметіне Gmail деп жазайық. Пайда болған бірінші сілтемеге басамыз. Бізді Gmail ресми парақшасы күтіп алады. Көріп отқандарыңызда үстінде бизнеске арналған нұсқасы бар. Кіруге болады, егер сізде Gmail аккаунтыңыз болса, немесе сол аккаунтты құруға болады. Біз соңғы батырмаға басайық. Тіркеулік процесі ешқандай да қиын емес. Қарапайым ақпараттарды енгізу керек. Мысалы, біз өзіміздің ақпараттарды енгізейік. Осы жерде сіздің логиніңіз жазылады. Сондықтан логиніңізді мұқият ойластырыңыз. Мысалы, мен қазір белгілі бір логин жазып, соны тексеруге жіберем. Бірақ көріп отқандарыңыздай, бұл логин бос емес екен. Маған астыңғы жақта мүмкін болатын нұсқаларды ұсынып тұр. Соларды қолдана аламын, немесе өзім басқаша бір логин ойлап табуым керек. Біз ұсынылған бір нұсқаны қолданайық. Енді кілт сөз ойлап табамыз. Кілт сөзді барынша күрделету керек, бірақ сол кезекте оны ұмыт қалмайтындай болу керек. Астында бізге нұсқаулық тұр. Біздің кілт сөзде кем дегенде 8 символ болу керек. Оның ішіне әріптер, сандар және арнайы символдар кіру керек. Арнайы символдарға жақша, жұлдызша және де басқа да көптеген символдар кіреді. Енді кілт сөз ойлап табайық. Кілт сөзімізді қайталаймыз. Ары қарай далее батырмасын басамыз. Мына жерге сіз өзіңіздің ұялы телефоныңызды бекітіп қоясыз. Қосымша резервті электронды почта. Сіздің қазіргі жасап жатқан электронды поштаңызға кіруге бір қиындықтар болса, немесе басқа да бір адамдар ол поштаңызды бұзып иемденіп алған болатын болса, бұндай ақпарат сізге көмектесетін болады. Сонымен қоса, сіз өзіңіздің туған күніңізді, айыңызды, жылыңызды, жынысыңызды белгілейсіз. Содан кейін осы ақпараттардың барлығын жинап болғаннан кейін далее батырмасын басасыз. Келесі бетте бізде келісім шарт көрсетілген. Сіз оны қабылдайтын болсаңыз, оқып болғаннан кейін принимаю батырмасын басасыз. Міне бізде Gmail аккаунт ашылды. Енді біздің Gmail электронды почтамыз бар. Мынау сол электронды почтаның интерфейсі. Бұл жерде бізге кірген хаттар, біз жіберген хаттар жазылады, немесе біреуге хат жазуға болады, электронды адресін білсеңіз. Және де түрлі сервистерге жазылатын болсаңыз, солардан келген хаттар осы жерге келіп тұрады. Осы ашылған аккаунт арқылы сіз Google-дің басқа да қызметтермен қолдана аласыз. Ол қандай қызметтер десеңіз, мына 9 нүктеден тұрған батырманы басатын болсаңыз, сізге негізгілері шығады. Яғни YouTube, Play Market және де басқа көптеген қызметтердің барлығын осы Google аккаунт арқылы қолдана аласыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.